Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі жеңіл шемен ішуге күшті кететін блини торт дайындаймыз. Ол үшін алдымен қимақтарын дайындап аламыз. Өте жұқа етіп пісіреміз. Қимақтарына 3 жұмыртқа, 5 ас қасық секер саламыз үстіне. Сосын 1-2 стақан жылы сүт құямыз. Потом шым тұз саламыз, разрыхитель салуға болады. Кішкене шай қасықпен разрыхитель саламыз, жарты қасық шай қасықпен. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Сосын ұнды 1 стақан салдым, аз-аздан салып, белкамен араластырып бұлғап жақсы біркелкі түйір етпей біркелкі етіп қимақтың тестісін дайындаймыз. Потом оны жақсылап араластырамыз. Оның бәрін араластырып болғаннан кейін блини пісіретін арнайы табанның ішін майлап пісіруге болады. Кейбіреуінде біріншісінде майлаймыз, одан кейінгілерінде май жақпай пісіре береміз. Кәдімгі ожаумен құйып жұқа етіп блинчигімізді отқа пісіреміз, газге қойып. Осындай жыртпай, аккуратный етіп барынша пісіреміз. Торттың күшті шығуы блинчикке байланысты и креміне де байланысты әрине. Атам бөліктерімізді пісіріп алған соң суытып аламыз. Суытып алған соң біз кремін дайындаймыз. Креміне творожный сыр немесе плавильный сыр, қайсысы болса да қосуға болады, бірақ творожный сыр салған дұрысырақ. Потом біз сгущенка саламыз дәміне қарай. Потом не саламыз, петмол деген бар, сливки сондай салып бәрін араластырып блинчиктің кремін дайындап қоямыз. Потом блинчиктерімізді бөлікке әдемі етіп кальциямен кесіп бірдей етіп аламыз. Барлығын бірдей етіп кесіп аламыз. Блинчигімізді өзімізге керекті пішінде. Менікі орташа болды. Потом блинчигіміздің астына бір тәрелке қойып, бір блинчикті қойып, кальцияымызды кері қойып, осы бидодағыдай етіп жасаймыз. Жан-жағына қойып шығамыз. Астына қоймаймыз блинчик. Мен бұл жерде шатысып кеткем. Осылай видеодағыдай етіп, жан-жағына қойып, ішіне бір дөңгелегін қойып аламыз. Потом дайындаған қаймағымызды қиып шығамыз. Салып, бөліктерін бәріне қаймақ жағып шығамыз. Тек 2 слойға ғана мен клубника кесіп қойдым. Жаңа піскен клубникалар өте дәмді. Клубника 2 слойға ғана салдым, қалғандарына кремді салып жасадым. Менде бұда блинчик жетпей қалып, екінші рет блинчик пісіргем. Сонда оны кальцияға кеспей алғам. Сол себепті осылай жан-жағы шығып тұр. Ал сіздер барлығын кесіп алып салыңыздар. Менде осылай болды, бірақ бұның өзінде жақсы шықты. Потом екінші слойға да клубника салдым. Қалған слойларға клубника салған жоқпын. Солай жағып, блинчигімізді бетін жабамыз, бидодағыдай етіп, потом бетін әрлеуге болады, немесе әрлемесеңіз де болады. Бетіндегі менде голубика мен клубника қойып, бетін жауып, холодильникке 4 сағатқа қоямыз. 4 сағаттан кейін алып, кесіп, шаймен ішуге дайын. Осылай жасаймыз. Мен арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақыттарда бұдан да күшті рецепттер саламын, бөлісем. Ас болсын.